Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз духовкада тефтели пісіреміз. Ол үшін бізге қажет күріш, фарш, өсімдік майы, сәбіз, жуа, жұмыртқа, 1-2 чеснок, томат пастасы, тұз, ұн және қара бұрыш. Бірінші жуамызды турап аламыз. Ұсақтап туралған жуаны біз фарштың үстіне саламыз. Немесе мынау жуаны чоркадан да өткізуге болады. Алдын ала пісірілген күрішті, міне негізі ет пен күріштің қатынасы бірдей болу керек. Кішкене қара бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, және тұз қосамыз. Тұздан кейін бір жұмыртқа. Осы ингредиенттердің барлығын әбден араластыруымыз қажет. Одан кейін жаңағы фаршты домалақтатып противенге қоямыз. Тефтелилерімді противенге орналастырып болдым. Енді біз бұған подлива дайындауымыз керек. Енді бізге подлива үшін кішкене жуа қажет. Оны турап аламыз. Және сәбізімізді теркадан өткіземіз. Подлива үшін мен 1 стакан салқын су алдым. Оған кішкене қасықтың ұшымен тұз салам. Және одан кейін 3 шай қасық ұн салам. Бұл жаңа подливамызды шамалы қоюлату үшін. Тұзды салған себебім ұн қамық болып қалмасын үшін деп, жиналып қалмас үшін. Енді осының барлығын әбден араластырамыз. Енді табаға өсімдік майын құямыз. Өсімдік майы қызғаннан кейін жуа саламыз. Одан кейін теркадан өткізілген сәбізді қосамыз. Осылайша сәбізді 2 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін 2-3 қасық ас қасық томат пастасын қосамын. Оның да барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша.
подливамызды тұздаймыз. Және біздің манағы дайындаған қойылту үшін подливаны қойылтуға арналған суды, ұн қосылған суды қосамыз. Қосып алдық. Енді қайнатып алу керек. Одан кейін теркадан өткізілген сарымсақты қосам. Мінекей менің қоспам қайнап жатыр. Қазір 1 минуттан кейін оның астын сөндіремін. Қайнаған қоспаны тефтелидің үстіне құямын. Мінекей осындай тефтелиді жарты сағатқа 180 градусқа қыздырылған духовкаға жіберемін. Жарты сағат уақыт өтті. Енді мен тефтеліні духовкадан алып шығамын. Мінекей біздің тефтелилеріміз дайын болды. Оған мен арнап гарнирге пюре пісірдім. Себебі біздің адам көп. Дегенде міндетті түрде күрішті пісіріп аласыздар алдын ала. Сосын барып фаршқа қосасыздар. Егер шикі күріш қоссаңыздар, ол духовкада пісіп үлгермейді және қатты болады. Осылай пісіріп тұрсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.